Akmanzibek, Nolo Blue. Okay? Shake his hands. Good luck. У нас поединок рассчитан на 10 раундов. Абделмонем Ахмед Саед Мохаммед из Египта. Боец возрастной. Довольно опытный. 24 боя, 22 победы, 1 ничья, 1 поражение. Но Жанхоша Турарова мы все знаем по его взрывным жестким атакам, которые неоднократно послали своих соперников на канвас. И сразу же Жанхош показывает, кто в ринге хозяин, занимает центр. Много финтит. И тут же пробивает по корпусу своему сопернику, отправляя его в тяжелый нокдаун, который вполне возможно может стать и нокаутом. Так и не пришел в себя Абдулманем Ахмед. Практически одним из первых ударов Жанхош Тураров посылает своего соперника в нокаут ударом по корпусу. Қазақтың қол батыр дегенде қарға жетіп, сонау алыстан келген, Египеттен келген боксшы құлап қалды ғой ендеше. Дәл қазір судьясының шешімі біз күтіп отырмыз. Жарқын қимылдарымен ғана емес, Жанхош Тураров осы ашық жарқын мінезімен де көптің көңіліне шығып жүрген қазақ боксының жарқын өкілдерінің бірі. Жанхош Тураров міне қазір қарсыласқа құрмет көрсетіп рахметін айтуда. Ал Жанхоштың бұл кәсіпқой рингтегі 25-ші кездесуі және 25